Еліміздің тарихы үлкенді кішілі қалалардың тарихынан, сонымен қатар кең байтақ отанымыздың әр қиырында еңбек етіп жүрген ондаған мамандық өкілдерінің жетістіктерінен тұрады. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы, 17 аймақ, бірін-бірі қайталамайтын 17 түрлі тарих. Қазақстан сан қырлы болғанмен бір бүтін ел. Менің аты жөнім Серік Хамитов. Шығыс Қазақстан облысындағы Қатон-Қарағай ұлттық паркінің қорықшысымын. Аймағымыз табиғи байлығымен танымал. Қазақстанның өнеркәсіптік орман қорының 70% Шығыс Қазақстанда шоғырланған. Еліміздегі бүкіл су қорының 40%-нан астамы да біздің аймақтың еншісінде. Бізде 1000-нан аса көл бар. Халық арасында көгілдір шығанақ атанған бұқтырма су қоймасы әлемдегі ең ірі жасанды бөгендердің алғашқы бестігіне кіреді. Ал Бола ертістің бойында 3 бірдей ірі су электростанциясы орналасқан. Қатон-Қарағай Қазақстандағы ең үлкен ұлттық саябақ. Мен сонда қызмет етемін. 17 шілдеде саябақтың құрылғанына 20 жыл толды. Адам өмірі мен табиғаттың сұлулығын қорғау үшін елбасы сонау 1991 жылы Семей ядролық сынақ полигонын жапты. Алайда бұл әлі де болса қауіпті аумақ саналады. Шығыс Қазақстан облысы бал, майлы дәнді дақылдар мен сүт өндірісі бойынша көш бастап тұр. Алтайдың ең биік тауы Мұзтау ғана емес, бірегей Қазақстан шыңы да Шығыс Қазақстан аумағында жатыр. Оның төбесіне еліміздің мемлекеттік символдары орнатылған. Өскемен Қазақстанның түсті металлургия орталығы. Аймақта пайдалы қазбалардың үлкен қоры бар. Үлбі металлургия зауыты әлемдегі бериллий өндіретін 3 кәсіпорынның бірі. Мұнда атом станцияларына арналған отынды да өндіреді. Ғаламшарымызда небәрі 7 титан магний комбинаты болса, оның ең үлкені Өскемен. Әлемге әйгілі ұшақтарды жасау үшін Шығыс Қазақстан жерінен алынған металды пайдаланады. Шығыс Қазақстан облысы еліміздің інжу маржаны, көздің қарашығындай сақтап қорғайтын әсем өлке. Ал оның қойнындағы қазына Қазақстанымызды өркендетуге көмектесе бермек.